жерде отырғансын, білмей жатыр. Рахмет, Арайлым. Мен есімім Гүлдана. Жаңа айтып өткендей, мен кішкентай кезімнен бастап осы Coral Club компаниясының өнімдерімен өсіп келе жатырмын. Міне менің анашым Бағдагүл Бағдәулетқызы. Осы компанияда мамамен бірге уже почти 20 жылмыз бірге. Енді бүгінгі менің қозғайтын тақырыбым біздің өміріміздегі ең қымбат құндылықтардың бірі денсаулық туралы әңгімелесетін боламыз. Менің бүгінгі тақырыбым әр адамның өз денсаулығының авторы. Неліктен? Себебі қазіргі таңда көп адамдар өз денсаулығының жауапкершілігін дәрігерге артып қоюды үйренген. Ауырған кезде ғана денсаулықтарына көңіл бөле бастайды. Ал шын мәнінде ең маңыздысы ауруды емдеу емес, ауруды алдын алу қажет екен. Coral Club компаниясында денсаулық тұжырымдамасы, яғни концепциясы деген ұғым бар. Ол дегеніміз жай ғана продукциялардың, өнімдердің жиынтығы емес, бұл адамдарға жүйелі түрде денсаулықты сақтауды үйретеді. Адам ағзасына керекті қоректі заттарды беру арқылы тазалап, ең бастысы денсаулықты ұзақ ғұмыр кешуге үйретеді. Енді қазір мен сіздерге өзімнің қарапайым қазақ тілінде, ауызекі тілде медицина тілін қоспай сіздерге түсіндіруге тырысамын. Сол үшін мұқият тыңдап отырсаңыздар, мен бір сіздерге пайдалы ақпарат бергім келіп отыр. Алдарыңызда қарасаңыздар, бұл адам ағзасында осындай процесстер жүреді. Мысалы қараңыздар, сіздердің орындықтарыңыз, мысалы колонка болсын, баннер болсын, оның барлығы физикалық тұрғыда атомдардан құралған. Біздің адам ағзасы дәл солай клеткадан құралған. Клетка біздің саны 30-37 триллиондаған клетка бар. Осы клетка адам ағзасындағы кішкентай ғана тірі бөлшек. Осы кішкентай ғана тірі бөлшекте барлық процесс жүреді. Метаболизм жүреді, энергия алу процесі, қоректі заттар осы жерде жүреді, оттегі процесс осы жерде жүреді. Осы клеткалардың бір-бірімен қосылып, бізге ткань, яғни ұлпа береді. Биологияда оқығандай, ұлпа бұл мышцы, бұлшық ет. Осы бұлшық еттер қосылып, бізге органдар береді. Жүрек болсын, бүйрек болсын, асқазан деген сияқты. Одан кейін осы органдар бір-бірімен байланысып бізге жүйе құрайды. Бізде адам ағзасында 12 жүйе бар. Тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі, көру жүйесі деген сияқты. 12 жүйе қосыла отырып, біз ағза адам тұлғасы құрылады. Өкінішке орай қазіргі таңда медицинада орган мен системаның арасында ғана дәрігерлер қызмет етеді. Осы бізде адам ағзасында белгілер береді. Оны біздер белгілер деп айтамыз, симптомдар. Дәрігерлер симптомдарды ғана емдеп жатыр. Мысалға симптом дегеніміз не? Сіздер машина айдап келе жатқанда қызыл жанады ғой, значок. Сіздер қарап, ойымда қызыл жанып тұр, менің көзіме мешайып, барып алып тастайыншы деп, барып шиномонтажға барып алып тастамайсыздар ғой. Сіздер оның причинасын іздейсіздер. Ол айтады, сіздер моторның майы кетіп тұр, май құю керек дейді. Сосын сіз ой жоқ, маған қызылдатса, мен моторның майын құймаймын дейсіздер. Сөйтіп жүре уақыт өте моторыңды жасамай қалады. Дәл сол сияқты адам организмінде сондай белгілер, яғни симптомдар береді. Симптомдағы дәрігерлер әртүрлі дәрілер береді. Например, басыңыз ауырса, неврологқа барасыз, жүрегіңіз ауырса, кардиологқа барасыз. Дәл сол органға арналған дәрілерді береді. Ал біз 28 жыл бойы Coral Club компаниясы денсаулықтың симптомдарын емес, именно причинасын іздеуге үйретті. Біз алдымызға әртүрлі адамдар келген уақытта, мысалы анамның қасында отырғанда әртүрлі диагнозмен келеді адамдар. Ең қорқынышы, например, онкологиямен келген уақыттарда болды. Ол кезде біз ол кісіге сіз онкологиямен ауырады екенсіз, сіз өтіңізде тас бар екен деген диагнозбен қарамаймыз мүлде. Біз полный процессті қараймыз. Сразу кишечникті айтамыз. Сол сияқты мен сіздерді солай үйреткім келеді. Адам келіп тұрма, алдаңызда диагноз емес, адам тазалану керек деп автомат ойлау керексіздер. Келесі слайд. Енді қараңыздар, адам өліп кетпеу үшін тек қана бізге 3 түрлі нәрсе керек. Ауа, су, тамақ. Осы жеген, жұтқан, демалған нәрсенің бәрін уақытылы біз шығарып отыру керекпіз. Тері арқылы, кіші дәрет арқылы, ұлы дәрет арқылы. Сонда ғана біз таза, жақсы денсаулықпен өмір сүре аламыз. Келесі.
Дәл сол сияқты біздің клеткаға да су керек бірінші орында. Сусыз адам білесіздер, иә, 3 күн, 7 күн өмір сүре алмайды, 7 күн ішпесе өмір сүре алмайды. Содан кейін тазалау керекпіз, тамақ және защита. Және де біз жаңа айттық қой, жеген жұтқан тамағымызды сыртқа шығару керекпіз деп, яғни отход, иә. Клеткада тоже сыртқа токсин шлактарды шығарады. Біз соны уақытылы тазалап отыру керек екенбіз. Келесі. Ең бірінші жаңа жасушаға су керек деп айттым. Не себепті су? Себебі біздің адам организмі 70-80% судан тұралады да. Мысалға жүректің өзі 75% судан тұрады, көздің өзі 95%. Ең бастысы мысалы қан 94% судан тұрады. Келесі. Енді біз неше түрлі сусындар ішіп жатырмыз, бірақ суды біз айыра білу керекпіз, иә. Қараңыздар, су таза болу керек, структурасы дұрыс болу керек, сілтілі болу керек, 7-4-8 болған қазір тоқталып өтеміз. Живая ОВП-сы минус зарядты болу керек. Қазір бұнда сіздерге түсіндірем, минералдарға бай болу керек, және поверхностное натяжение деген өте төмен болу керек. Бұл қалай? Мысалға сіз жерге суды төккен кезде су жайылады, иә? Ал қанды тамызған кезде қан бір орында тұрады ғой, жайылмайды. Сол сіздер су ішкен уақытта мынандай бола ма? Простой суды ішкен кезде қарында тұрып қалады, беткенде естіледі дауысы. Ол жоғары натяжение деген сөз. Ол организм сіңбей жатыр деген сөз. А коралды ішкенде байқасаңыздар ондай болмайды, байқап көріңіздер. Мынау келесі. Міне жаңа ОВП-ны айттым ғой, минус зарядты болу керек. Біздер физикада оқыдық қой. Минус пен минус әрқашан плюске айналады, иә? Ал минус пен плюс әрқашан плюске айналады. Бізде ішіп жатқан сусындардың барлығы плюс зарядты. Міне көріп отырсыздар, иә, шайдың өзі, алкогольдер, соктар, кранның суының өзі 200 плюс 200 микровольт. Сіздер байқайсыздар ма, врачтар почкасы ауырған кезде су ішпеңдер деп айтады. Су ішпеңдер, ісініп кетесіздер дейді. Сіздер су ішкен кезде беттеріңіз сиді таңертең, да? Аяқтарыңыз сиді. Кейбір адамдар су іше алмайды. Жүрегім айниды дейді. Неге? Себебі олар плюс зарядты. Біздің жасушадағы су, я сұйықтық минус зарядты болғасын, келген плюс зарядты суды минусқа айналдыру үшін энергия жұмсайды. И ағза қартаяды сол себепті. Сол үшін біз дайын неге минус зарядты суды бермеске? Мысалы қаралмайынды, я? Минус 200 микровольт. Қаралмайынмен тең, міне біздің анамыздың сүті минус 70 микровольт. Көріңіздер ғой. Минус микровольт. Сол кезде ғана сізде аяқтарыңызда, беттеріңізде іспейді. Келесі, түсіндіңіздер ғой, иә? ОВП-ны. Енді мына жерде мен мысал ретінде қозғалғым келіп отыр. Аквариумды алдым, иә, аквариум. Бұл суда тұрады. Балықтарды біз жасуша деп, клетка деп алдым. Қараңыздар, мына жерге мен 55% суды құйдым, және 45% балығын салдым. Дәл сол сияқты қан тамырын алдым. Не қараңыздар? Қан тамырын алдым. Плазма 55% қылдым, және мыналар эритроциттер. Біздің организміміз 30-37 триллиондаған клетка дедім ғой. 20-30 триллиондаған клетка осы эритроциттер. Қанның клеткасы эритроциттер деп аталады. Иммунитеттікі иммунитет клеткасы деп аталады. Яғни нейрон клеткалар деп аталады, иә? Бұны не себепті алдым? Қараңыздар. 45% эритроцит бұл балық деп елестетіңіздер. Плазма сарғыш. Ол 80% судан тұрады. Даже 90% судан тұрады. Плазма. Келесі слайд. Енді қараңыздар. Сіздер су ішпейсіздер күнделікті, иә? Бір су міне. Балықтар жаңа айттым, тамағын бересіздер, өздеріне арнайы тамағын бердіңіздер. Суын күнде тазалап тұру керек қой, бір жеті сайын. Біздер тазаламаймыз, иә? Міне, балықтар отход шығарады, токсин шлактарын шығарады сыртқа. Міне су ластанады да қоюланады. Дәл сол сияқты мына эритроциттер де өздерінің токсиндерін шығарады. Сол үшін біз тазалап тұру керекпіз, да? Плазмаға суды берсеңіздер, плазма өзі тазалып, мына эритроциттер жабыспай жаңағыдай бір-бірімен жүреді. Келесі слайдты көрсетсеңіз, жоқ, обратно қойыңыз, мен мына жерде айтып жіберейін. Біріншісін, эритроциттерге тоқталғым келіп отыр. Неге мен қан тамырларын алып отырмын? Себебі адам ағзасындағы қан тамырларының ұзындығы
100 000 километр екен. Яғни ол Ақтөбеден Алматыға 40 рет барып келгенмен тең. Представьте, қан тамырларын. Қан тамырдың 3 түрі бар. Артерия, білесіздер, вена және капилляр тамырлар, иә? Артерия ол жүректен өкпеден оттегін алады да, ал жаңағы вена көмір қышқыл газын обратно шығарады, иә? Ал енді капилляр тамырлар ол шаштан да ұсақ тамырлар, капилляр тамырлар. Екі тамыр тұр ғой, артерия мен вена, ортасында қосылып тұрады капилляр тамырлар. Ол капилляр тамырларда кислород жүреді, ішкен витаминдеріңіз жүреді сол жерден, отходтар сол жерден жүреді капилляр тамырда, иә? Енді ең қызығы, жоқ, жаңағы қоя беріңіз, ең қызығы мына эритроциттердің размері 7 микрометр. Медицина тілі 7 микрометр. Ал мына капилляр тамырдың диаметрі 3 микрометр. Қалай сияды? 7 микрометрге 3 микрометрлік эритроцит. Ортасына бүктеліп сияды. Сосын кислород апарады. Көздеріңіз алдарыңызға елестетіңіздер. Тамырлар тұр и бауырды алайды. Капилляр тамыр кислородпен алады да, осы эритроцит капилляр тамыр бауырға жібереді кислородты. Сосын көмір қышқыл газы обратно алады да, сыртқа шығарады, дұрыс па? Енді жабысып қалған көрсетіңіз, арафам. Енді қараңыз. Капилляр тамыр 3 микрометр. Мынау ең үлкендері 13 микрометрлік осындай жабысып қалған эритроциттер болады адамдарда. Қан қою айтып жатады ғой. Кімде қан қою, мен сіздер айтатым, осындайсын эритроциттердің состояниесі. Ол қараңыз, мынау жабысып қалды ғой. Капилляр тамыр 3 микрометр, иә? Мынау қалай кіреді? Жабысқан. Кірмейді. Ол капиллярды бітеп тастайды. Бітегеннен кейін бауырдың құттай бір жеріне кислород бармайды. Сіз жаңағы ішіп жатқан железо болсын, омега болсын, ол ана жерге бармайды, потому что ол уже бітеліп қалды. Сосын бауырда жаңағыда нелер, осыны онкологиялық, жаңағы не болады ғой? Киста, соны айтқым келеді. Сондай нәрселер пайда болады, паразиттері болады сол жерде. Потому что кислород барған жоқ, қышқылды жерде всегда паразиттер жүреді. Түсіндіңіздер ғой, эритроциттерді, Енді қараңыздар, мен неге қан тамырын алдым? Себебі қазіргі таңда Қазақстанда адам саны 2 миллион адам жүрек қан тамырларымен ауырып, дәріханада тіркеліп отыр. 2 миллиондаған адам. Қазіргі көп жастар 30-45 жастар адамдар көп кетіп қалып жатыр инсультпен, инфарктпен. Сол үшін мен сіздерге қан тамырларын алуға жатыр, осы тақырыпты қозғағым келді. Екінші қан диабеті, оны да қазір айтамын, неге қан қоюланып, шекер, яғни жаңағы сахар қанда тұрады, иә? Қатерлі ісік бұл енді уже 7-ші стадия, ол уже бұл жерде адам суды ішпеген, ішінде паразиттер болады адамда. Келесі. Енді қараңыздар. Қан тамырын алдық, иә? Елестетіңіздер, бұлар эритроциттер жүрген. Бұлар базофилдер деп аталады, бұл қазір тоқталып өтем. Мынаны көріңіздер, лейкоциттерден білесіздер ма? Лейкоцит. Тапсырасыздар ғой, қан лейкоцит деп аталады, кішкентай фиолетовый түстілер. Енді қараңыздар, эритроцитте 4 стульчик болады. 4 стульчик деп атаймыз, Каралда, яғни Ольга Бутакова солай айтқан. 4 стульчик ол металл, яғни железо. Железо не үшін керек эритроцитке? Ол кислородты жабыстырады өзіне. Эритроцит кислородты жабыстырады да барлық органға алып барады. Енді егерде эритроциттің железосына B12, фолиевая кислота, витаминдері жетпесе, эритроциттегі 4 стульчик 3 болады, 1 болады, 2 болады, или мүлде болмайды. 120 күнде эритроцит өліп қайтып тіріледі. Қай жақта олар эритроциттер пайда болады, иә? Біздің мына позвоночник бойында, сүйектің ішінде, содан пайда болады. Енді қараңыздар, эритроциттегі железалар, эритроциттер өліп қалады ғой, өлген кезде железалар қайда кетеді, иә? Олар былай болады, ұйқы безінің астында селезенка, яғни талақ дейді қазақша. Сол талаққа барады, эритроциттегі 1 штук железасы қалды, барады да, организм мықты ғой, талаққа түседі да, бір желесін алып қалады, анада 2 желесін алып қалады. Қалған өлген эритроциттерді бауырға алып барады, бауыр билирубинді өндіреді да, сосын бап сыртқа шығады. Мына қан. Түсіндіңіздер ғой, эритроцит. Енді қараңыздар, мына талақта жиналған железалар бар ғой, қалған. Оның барлығын ферритин деп атайды.
Сіздер ферритин тапсырасыздар ғой, железо тапсырыңыздар, сосын ферритин тапсырайық дейді. Ал ферритин не ол? Ол талақта жиналған қор, резервте тұрған железо. Егер организмде железо жетпей қалып жатса, ферритин талақтан алады да организм береді. Түсіндіре алдым ғой? Вот, енді қараңыздар. Жоқ, жаңағы тұр ғой, иә? Енді қараңыз. Мынау лейкоциттер. Лейкоциттер не үшін арналған? Мына жерде көрдіңіздер, иә? Бір-бірімен жабысып қалған. Тромба дейді. Тромба, холестерин дейді. Бізге холестерин көп деп келеді көп адамдар. Сосын оған врачтар айтады, май жемесін дейді. Біз айтамыз, стоп. Холестерин көп болғанда организм өзінде болады. Майды обязательно жеу керек, жануардың майын, иә? Сахар жемеу керек просто. Холестерин вообще майға қатысы жоқ. Сахар жеу керек. И холестеринді осы эритроциттер ғой, сахар жемеу керек, майды жеу керек. Я. Енді қараңыздар. Лейкоцитке көшейік, я. Келесі фотоны көрсетші арабам. Лейкоциттер. Лейкоциттер бізге не үшін қажет? Ол ауадан түскен, я? Вирус, бактерия, грибок, паразиттер бар ғой. Соны өздеріне орап алады. Лейкоциттер орап алады да, мына канализацияға жібереді. Мына канализация не деп ойлайсыздар? Бізде Бутакова, Ольга Бутакова канализация деп атайды. Лимфа жүйесі, я дұрыс. Лимфа, білесіздер ғой, лимфа. Лимфа ақ түсті болып келеді. Бізде қан тамырлар қызыл, олар ақ түсті су. Я? Қанның айырмашылығы бізде циркуляция айналып отырады, я? Жүрек мотор айналдырып отырса, лимфаның жүрегі икры, бұлшық аяқтағы. Сіздер күнде жүру керексіздер. Себебі қан былай айналғанмен лимфа тек төменнен жоғарыға қарай көтеріледі. Сосын сізде ойламаңыздар, көтеріп келіп қайт түсіп кетеді деп, лимфа жүріп келіп түсіп кетеді. Жоқ, ода клапан болады. Жоғарыға көтереді, жауып қалады. Жоғарыға көтереді, жауып қалады ластықты. Я? Енді мына жерге вирус, паразиты, жаңағы грипптің вирустар түскен кезде, мына лейкоциттер өздеріне орап алады да, мынаяқпен домалатып апарады. Я? Домалатып апарады. Бездерге алып барады. Без типа завод деп айтамын мен. Себебі бездер қай жерде орналасқан білесіздер ма? Тобықта, тізенің артында, шатта, я, шынтақтың алдында мына білектер, мойын, қолтық. Я? Осының барлығы, я, мына жерлерде болады. Осының барлығы, жаңа айттым ғой, бүкіл вирустар мен оралып алып кетіп баратыр ғой. Мына жерде жиналады, заводында жиналады. Сол жақта лимфоцит дейтін бар. Но лейкоцит, анау лимфоцит. Лимфоцит солардың бәрін өлтіреді. Сосын ол тері арқылы шығады, ауыздан қақырық арқылы шығады, көзден жаңағы бұлшық арқылы шығады, я? Солай болып сыртқа шығады. Сосын так, я, бәрін айттым. Енді қараңыздар. Аяқтан адамдардың аяқта тізелері ісіп кетіп жатыр ғой, білесіздер ғой. Артрит дейді, артроз, сондай қойып жатыр, я. Сосын уколмен алады суын, сары суын. Ол жаңағы лимфа ластанып кеткен деген сөз. Сол лимфаның тазалау керек болады. Лимфаға минимум 6 ай керек тазалауға. Минимум 6 айдан көп, 2 жылға дейін. Я, мама, сіз 2 жыл емделдіңіз, я, басында келген. Вот, лимфаға 2 жыл керек, как минимум. Кишечникқа 6 ай, например. Сол, енді қараңыздар, лимфоцитті айттым, эритроцитті айттым, қызықты ақпараттар айтқым келіп тұр да, білетін, өзімнің көзіммен көрген болғасын. Артрит, жаңағы, панкреатитпен ауырасыздар ғой, например, ұйқы безде проблема бар, я? Я оған қазір айтайыншы, міне, суды айттым, тазалауға келдік. Жасушаны тазалау керекпіз. Я келесін қосын, жаңа қазір айтайын. Міне, адамның екінші миы бұл кишечник дейді. Себебі мына жақта 90-80% иммунитет орналасқан. Бұл жақта 100 мың триллиондаған жаңағы нейрон клеткалары бар. Я? Жаңа айттым ғой, лимфоцит иммунитет мықты болмаса, яғни иммунитет клеткасы мықты болмаса, лимфоцит жаңағы ауруларды өлтіре алмайды, вирустарды. Сонда сіздер келіп алып, Гүлдан айтты деп лимфоцитті, лимфочистка жасаймыз демеңіздер. Бірінші
кишечникті тазалау керек та, иммунитетті мықты болу керек. Сосын барып лимфочистка обязательно жасайсыздар. Иә? Міне екінші ми деп айтамыз, қорыққан кезде ішіміз қыппай тие қалды, қуанған кезімізде ішіміз күшті болады, иә? Потому что миға тікелей байланысты. Миға тікелей байланысты болғасын, егер де сіз тамақты жеген тамағыңызды сыртқа уақытылы шығармасаңыздар, мына бойындағы кішкентай жаңағы капилляр тамырлар бар ғой, сол арқылы сіздің жаңағы токсин шлактардың ластығы бәрі қанға кетеді жаңағы эритроциттермен. Оны бауыр енді барынша тазалайды, фильтр ғой енді. Но сонда да біз су ішіп тұру керекпіз. Тазалаған кезде дәрі ішесіздер ғой сіздер, аспирин ба, қанды сұйылтады. Ол көмектеспейді, ол тамырды кеңейтеді, жаңағы тамыр тұр ғой, кеңейтеді. Эритроциттерді бүйтіп расширять етпейді ол. Ол просто кеңейтеді. Сосын қайтып қысылады ол, сосын қайтып ауырады, например. Сол үшін сіздер эритроциттерді ыдырату керексіздер. Ол үшін H500 қорылмай пентакан. Енді қараңыздар, кишечникті тазалау керек, иә? Бұл жерде 36-6 градус. Егер уақытылы тазаламасаңыз, бұл жер бұршиды да, миға береді сразу сигнал. Ұйқыдан тұрған кезде басыңыз ауырады, денеде шығады, әртүрлі жаңағы проблемалар, иә, жаралар. Енді тамақ келеді ғой асқазанға. Асқазанға келген кезде бауыр өзінің сөлін өтке жібереді, өттің сөлі. Ал ұйқы безді көріп отырсыз, мына артында тұр. Ұйқы бездің сөлі фермент деп аталады. Ол инсулинға, ол ұйқы без гормондар бөледі. Например, сіздер естіген шығарсыз инсулин гормоны дейтінді, иә? Қазір айтамын. Мына өт не үшін керек? Өтті алып тастаған жандар бар ма арамызда? Өтті алып, либо тас бар, сондай кісілер. Соларға керек ақпарат, себебі өттің ең басты қызметі тамақ келген кезде, мына кишечник көрдіңіз ғой, өрілген. Сол жеген тамағыңыз бүйтіп қалады, зырғанап тез кетуіне. Ана сөлін бөледі да, ол зырғанап тез шығуына көмектеседі, иә? Сосын ішектің иісі шығып кетпеуіне, яғни шығып кетпеуіне көмектеседі өттің сөлі. Сосын бұл жаңағы келген майлы тамақты бар ғой, соны қорытуға көмектеседі өт. Майлы тамақты қорытуға. Сосын белокты қорытуға көмектеседі. Ал ұйқы без бен өт негізі бірге жұмыс жасау керек. Бір-бірінсіз өмір сүре алмайды олар. Ұйқы бездің ферменті, ол сіз, например, сахар жейсіз ғой, шоколад жеген кезде бір максимум 30-40 минутқа энергия беріп байқайсыздар ма? Күшті боласыздар, кола ішкенде күшті боласыздар. Ұйқы без энергия береді. Жаңағы ферменттер адамның жасушаларына энергия береді. Сіздер күшті боласыздар. Бірақ бізде айтады, майды жеу керек деп. Неге? Потому что ұйқы без майдан глюкоза, яғни қантты ала алады. Ұйқы без қандағы гормондарды глюкозаны реттейді. Иә, уақытылы реттейді. Ол глюкозаны алады да жасушаға, эритроциттерге береді, энергия беру үшін, иә. Егер де сіз қантты көбірек жейтін болсаңыздар, жаңағы эритроциттер қабылдамайды, бізде уже бар, керек емес дейді. Сосын ұйқы без не істейді? Онда резервке ала тұрайын дейді. Либо сіздер май жинайсыздар, либо жаңағыдай қант диабетіне айналасыздар. Қант диабет ауруына шалдығасыздар. Сосын ұйқы без аты ұйқы деп аталып тұр. Қазақтар ұйқы без деп атайды. Себебі ұйқы безде панкреатит болып ауырсаңыздар, түйіліп ауырса, панкреатит болса, дереу ауырады, тазалану керек, продукцияны ішу керек. Неге? Потому что ұйқы без ауыр панкреатитпен воспаление болса, сіздер сразу комаға кетіп қаласыздар. Сол үшін аты ұйқы деп атып тұр. Просто ұйықтап кетесіздер, оны емдей алмай қаласыздар. Даже адам комаға кеткен кезде медицинада физраствор қояды, білесіздер, иә? Натрий су. Адамға су береді, все, адам ұйқыдан тұрады. Сол үшін сіздер су ішу керек боласыздар. Ұйқы қызметін айттым. Енді қараңдар, мына жерде міне кишечниктің ең соңғы біткен жері аппендикс деп аталады. Аппендиксті алып тастаған адамдар бар. Аппендикс ол не? Ол жақта мықты бактериялар, көп бактериялар болады. Сол бактериялар организмге вирус, грибоктар деген кезде өлтіруге көмектеседі. Аппендикс. Сондықтан аппендиксті кесуге болмайды. Барлық организмге керек бүкіл орган. Келесі. Бұл жерде бізде паразиттер, яғни жаңа қышқылды ортада бізде паразиттер пайда болады, иә? Паразиттер біздің миымызды управлять етеді. Кешке сіздер шоколад жегілеріңіз келеді, иә? Сол сияқты біз паразиттер өлтіруші парашют программасын өту керекпіз. Келесі.
мына паразиттің түрлері бізде мына лямбля дейді, көп балаларда болады, бұл ит мысықтардан шығады, лямбля дейді. Сосын мына жақта токсокара бар, міне бұл да токсокара иттерден шығады, мида, көзде орналасады. Олар шарик ретінде миома киста дейтін бар, оның барлығы негізі осы паразиттер. Эхинокок дейтін бар. Енді Отто Варбургтың айтып кеткені бар, сілтілі ортада ешқандай жаңағы рак клеткалары не развивается дейді. Не себепті? Себебі қараңыздар, адам ағзасындағы сілтілі орта, жаңа айттым, 7,45-7,55 болу керек. Егер одан төмен түсіп кетсе, бізде жаңағы паразиттер, токсин шлактар жиналады. Мына жақта ешкім өмір сүремейді, даже жәндік те, жануарлар да өмір сүремейді. Бірақ почему-то адам өмір сүреді. Неге? Біз күнде қышқылдар ішіп жатырмыз, кола ішіп жатырмыз, шай ішіп жатырмыз, қышқылды орта қылып жатырмыз. Неге біз өліп кетпей жатырмыз? Себебі адам организмімізде кальций, натрий, магний және калий микроэлементтері бар. Ол осы кислый ортаны щелочной қылуға старается. Бірақ сіздер күнде іше берген сайын мыналар бітеді. Бір күн осы, бір күн бітеді. Қай жақтан алады оны? Сіздің шашыңыздан алады, сүйектен алады, теріден алады, жүректің соғысынан алады. Жайлап-жайлап сөйтіп сізде аурулар басталады. Ал бірақ сіздер калий, магнийді ішесіздер, бірақ тазаланған жоқсыздар. Ол бітіп жатыр. Келесі. Болды. Су туралы айттым, сіздерге тазалануды айттым. Енді тамақтары қажет бізге. Балыққа жаңа өзінің арнайы тамақтарын береміз. Дәл сол сияқты жасушаға да осы 28 амин қышқылы, 15 минералдар, 12 витамин, 7 фермент, 3 май қышқылын беру керекпіз. Және берген уақытта обязательно су ішу керекпіз. Себебі витаминді бересіз, отходты су сыртқа алып шығады. Келесі. Егер де сіз мен айтқан барлық ұсыныстардың бәрін орындасаңыздар, адам организмін қараңыздар, қанша жылда қалыпқа келеді. Жаңа қандай айттым, 120-150 жылда. Ішекті көріңіздер 15-16 жылда. Бауырдың өзі 180-500 күнде қайта өсе алады. Кескен бауыр болды біздің мамада, сондай результат. Кескен бауыр өскені қайтып. Келесі. Адам жаңа ағзасын қалай тазалау керек? Су, гидратация, бізде гидромакс бар, гидромакс программасы. Одан кейін Coral Detox, порошок, калавада. Бізде тазалана аламыз, біз сразу не бермейміз, витаминдерді бермейміз, жаңа айтып өттім, не үшін бермеудің себебін. Содан кейін косметика, защита, ол сырттан келетін, жаңағы жуатын хлор болады, оларды ұстауға болмайды. Арнайы бізде коллаген бар, маскілер бар. Келесі. Біздер Коралға келгелі бізде жаңағы нелер болды. 2011 жылдары Москваға барған кезде бізде Ольга Бутакова, подхалмутиктер бізге сабақ үйреткен болатын. Сол жақтан біздер оқыдық, видеолары бар. Ана жерге біз кітапты арнайы сіздер үшін қойдық. Мен сіздерге қобалжығаннан көп нәрсені жеткізе алмай жатырмын. Сол кітапта бәрі сіздерге қазақы ауызекі тілде түсінікті жазылған, соны міндетті түрде сатып алыңыздаршы. Ольга Бутакованы оқысаңыздар, сіздер организмге басқаша қарайсыздар. Жаңа Владимир Подхалмутовтың, Ольга Подхалмутовтың кітаптары ең видео сабақтарын қараймын. Және Марина Федоренко бізде жаңа реаниматолог. Мына кісі бізде мен нағашы ағам Бегім аға результаты өзі айта жатар. Сосын инсультпен ауырып, міне қараңыздар, қандай қазір нәтиже, осы кісілерді көресіздер. Все, рахмет сіздерге, білгенім бөлістім. Байқайсыздар ма, каналда адамдар жасара бастайды. Адамдарды қараңыздар, жасара бастайды. Қараңыздар. Потому что организмді біз қалыпқа келтіріп жатырмыз. Все, рахмет.